Бәрін білемін. Дебат. Латипа жеңгей, қазіргі заманның адамдары біртүрлі, өздерінің кемшіліктерін білмейді. Біреуді күстаналап шыға келеді. Қалай жағатынымызды қайдам. Бірақ олар күлді, кекетті деп аузымды жаба алмаймын. Не айтқым келеді, соны айтамын. Өйткені мен бәрін білемін. Мунира қыз: жеңгей, не болды? Неге сонша ренжулісіз? Әлде біреу сізге тиісті ме? Латипа жеңгей: жоқ, ешкімде тиіскен жоқ. Одан тиіскендері жақсы еді. Білімділігімді көрсетіп, сөз сайыстырып, ауыздарын жабатын. Бір топ қатарластар арасында отырып, мен бәрін білемін деп едім, басым пәлеге қалды. Әр қайсысы әр жерден күңкілдеп, Латипа қаншалықты білгіш екеніңді білеміз ғой. Ойбой, білімнің шыңына шықтың ба? Бәрін білетініңді қайдан білдің деп сұрап, күліп, жыныма тиді. Бәрін білемін деп айтуға болмай ма? Мунира қыз: шындығында да бәрін білетініңізді қайдан, қалай білесіз? Мен өзімнің қаншалықты білгіш екенімді білмеймін, бірақ біліп тұрсаңыз, неге бәрін білемін деп айтуға болмайды? Латипа жеңгей: бәрін білетініңді қалай білесің дегенде сөз бе екен? Мен де солардың жеген асын жеймін, солар ішкен шай мен суды ішемін. Солардағы сотка менде де бар. Солардың көргенінің бәрін мен де көріп отырмын. Сондықтан олар маған көкіректерін кермесін. Олар оқығандарын әспеттеп отырған шығар. Мен оқымасам да телефоннан бәрін көріп, біліп отырмын. Оқымай-ақ телефондағының бәрін көрсең, не бір қызықтар бар. Бәрін біле беруге болады. Солай емес пе, әже? Әсем әже: шырағым, дұрыс қой айтқаның. Бірақ сол телефоннан не көресің? Мен соны біле алмай отырмын. Латипа жеңгей: әже, мен жаңа айттым ғой, бәрін білу үшін не нәрсе ашып қалғанда кез келсе, бәрін көре беремін. Әже, рахатқа батасың. Көрген сайын көре бергің келеді. Олар да соны көреді ғой. Күйеуім онша телефонға жоқ, оған да тауып беріп көрсетсем, күйеуім таң қалып, аузы ашылып, ойбай-ау, мында бәрі бар екен ғой, әрі көрсетіп қояды екен деп риза болды. Мен жас жігіттер қалай бәрін біледі деп жүрсің, осыдан көреді ғой дедім. Оның да телефонға шабыт ашылып, маған тауып қойшы, мен де көрейін дейтін болды. Бұрын қызықпайтын. Сонда менің бәрін білетінім рас қой? Әсем әже: келін, шырағым, әлгі күйеуіңе көрсеткен тамашаларыңды балаларыңда көре ме? Латипа жеңгей: жоқ әже, мен бәрін білемін, оны балаларға көрсетуге болмайды. Оларды дұрыс тәрбиелеу керек қой. Әсем әже: дұрыс айтасың, балаларды дұрыс тәрбиелеу керек. Сондықтан әлгі тамашаларды тауып, күйеуіңе көрсеткен уақытыңды балаларыңа білім, әлім алатындай, жақсы тәлім алатындай нәрселерді көрсетіп, оқытып, тыңдатып, жаттатуға, үйренуге жұмсасаң болмай ма, шырағым? Латипа жеңгей: ойбөй әже, балдардың бәріне бір-бір сотка алып бергенбіз. Ешкімнен кем болмасын деп жағдайларын жасадық қой. Ата-ана болған соң оларды ешкімнен кем қылмау біздің міндетіміз екенін білеміз. Өздері қалағанын көреді ғой. Әже, әлгі күйеуің көрген тамашаны балаларың көрмей ме? Неше балаларың бар өзі, шырағым? Нешінші сыныпта оқиды олар? Латипа жеңгей: әже, 4 баламыз бар. Ондайды не қылады? Әлі жас қой. Үлкеніміз 7-ші сыныпта, одан кейінгі 6-ші сыныпта, сосын 4-ші, 2-ші сыныпта оқиды. Мунира қыз: жеңгей, балалар жас дегенге тіпті кішкентай екен десем, 7-ші сыныптағы балалар тым жас емес қой. Олар сотканы көргенде ойнатып жібереді, жеңгей. Әже: иә, шырағым, мына қызым дұрыс айтады. 4-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқитын балалар соткадан бәрін де көре алады. 6-7 оқитын балалар нағыз неше түрліні көргісі келетін жасқа жетіп қалыпты. Балаларыңды ешкімнен кем қылмаймын деп сотка алып берген екенсіңдер. Енді соткаларының не көріп жүргендерін байқау керек. Соткадағының бәрін көрген адам бәрін біледі дегенің дұрыс болмайды. Сондықтан бәрін қалай білесің дегендерге ренжіме. Сотканың WhatsApp-ында да, TikTok-та да,
YouTube, тағы басқа барлық желілерінде дұрыс мәліметтер де, бұрыс көріністер де бар. Оның бәрін таңдап, талғай білу керек. Ал ол үшін білім, ақыл, сана сезім керек. Менің білетінім осы, шырағым. Біздің заманда сотка болған жоқ. Біз бәрін кітаптан, ақпарат құралдары арқылы үйрендік, білім алдық. Бәрін білемін деп айту үшін көп оқу, тоқу керек. Әлемдік білімді ағартушылардан үлгі өнеге тағылым алу керек, шырағым.